Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастырып келеді. Қабылданған шаралар нәтижесінде трансшекаралық аударымдардың ауқымды схемасы ашкерленді. Онда ақша төлем ұйымдары арқылы өткізіліп, заңды операциялар ретінде жасырынып, онлайн казиноның пайдасына шығарылған. Қазақстан аумағында онлайн казино қызметіне толық тыйым салынған еске саламыз. Мұндай платформалар салық төлемейді, клиенттерді сәйкестендірмейді, балалар мен жастарды белсенді түрде тартады. Сондай-ақ халықтың моральдық және психикалық денсаулығына елеулі зиян келтіреді. Схеманы жүзеге асыру үшін финтех сервистердің иелері букмекерлік кеңселермен жасалған жалған шарттар негізінде алынған сұр пост-терминалдар мен терминал ID қолданған. Қазіргі уақытта заңсыз операциялардың анықталған көлемі 600 миллиард теңгеден асады. Құқыққа қарсы әрекетке 20-дан астам төлем ұйымы, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердің жекелеген лауазымды тұлғалар тартылған. Сонымен қатар 4 онлайн казиноға техникалық қолдау көрсетіп, ақша операциялары бойынша кеңес берген колл орталықтың қызметі тоқтатылды. Оның заңсыз жұмысына Қазақстан, Ресей, Беларусь, Испания және Вьетнам азаматтарынан құралған 120 адам тартылған. Бұдан бөлек колл орталық ұйымдастырушылары криптовалюта арқылы қаражат қабылдап, шығаруды жүзеге асырған гэмблинг негізіндегі серіктестік бағдарламасын құрған. Оның айналымы 200 миллион USDT-ден асып түсті. Аталған іс-шараларды жүзеге асыру барысында 70-тен астам тінту жүргізіліп, заттай дәлелдемелер тәркіленді. Сот санкциясымен олардың ішінде төлем ұйымдары қауымдастығы басшысының кеңесшісі бар 9 тұлғаға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі уақытта олардың ішінде шетел азаматтары бар 8 адамды халықаралық іздеуге жариялау үшін материалдар дайындалуда. Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Агенттік жеке және заңды тұлғаларды заңсыз құмар ойындарды ілгерілетуге қатысуға жол берілмейтіні жөнінде тағы да қатаң ескертеді. Онлайн казино қызметі заңды бұзып қана қоймай, лудоманияның таралуына себеп болады. Осыған байланысты заңсыз құмар ойындарға көмек көрсетуге бағытталған кез келген әрекет қылмыстық қызметті ұйымдастыруға жәрдемдесу ретінде бағаланып, сөзсіз қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.